Қалайсың? Жақсы, өзің. Мен де. Білесің ба, папам қайтқаннан соң, сүйемізден кеткеннен кейін біздің үй жындыханаға ұқсады. Мамам құтырған питбуль құсап, жиясты түрмеге отырғызбасын деп бәрін арсыздай береді. Одан хабар жоқ па? Полициядағылар жатпай тұрмай іздеп жатыр дейді. Бірақ мен оларға сенбеймін, өзің де білесің ғой. Ал әжем қалай? Әжем... онша емес. Давлениесі көтеріле береді. Көбінесе бөлмесінде отырады, ешқайда шықпайды. Байғұс қарындасым мен. Осыншама ауыртпалық сен басына түсті. Кім мазалап жатқан? Далада ауа райы тамаша сияқты. Мүмкін серуендеп қайтармыз. Аурухананың саябағына дейін қайсалаңдап жете алатын шығарсың. Байқа, мен құлап қалмай. Инвалидке көмектесесің бе? Аха, инвалид. Өтірік дәрменсіз бола қалмаш, кеттік. Жарайды, жүр кеттік. Анар, мамам емделе бастады. Әзірге бәрі дұрыс сияқты. Жақсы болыпты ғой онда. Ал, Анжу, Арсенмен ара қатынастарың қалай? Ешқандай. Тек бір-екі рет Майямен хабарласқам. Арсен жазылып келе жатыр дейді. Оған неге өзің кіріп шықпайсың? Барғың келмей ме? Барғым келеді әрине, Анар. Бірақ палатасында мамасын немесе Каринаны кездестіріп қалсам ше. Мен ұрыс-керіс болғанын қаламаймын. Енді сен алдымен барып көрсеңші. Ол сені күтіп жүрген ішім сезіп тұр. Ал қалыңдығын алған неке сақинасы ше. Авария болған күні ол соны сатып алған. Сен Каринаның айтқан сөздеріне неге сене бересің? Ол не болса соны айта салуы мүмкін. Шынымен де барғаным дұрыс деп ойлайсың ба? Әрине, сенімдімін. Сен оған дәл қазір барып шығаш. Жарайды. Кеттім. Сенен кеңес сұрайын деп едім. Айта бер. Бірақ ешкімге айтпаймын деп уәде берші. Қауіпті ештеңе жоқ па? Жоқ, бізге Диастың өзі жетеді. Жарайды, уәде беремін. Қысқасы, маған бір жігіт ұнайды. Біз онымен дота ойнайтынбыз. Тіпті ойыннан тыс уақытта кездесе бастады. Бәрі жақсы болатын. Бірақ соңғы 2 апта ол хабарласуын қойды. Тіпті хатты жазбады. Мүмкін менен айнып қалған шығар. Немесе менен де басқа бір қызды табу мүмкін деп ойладым. Ал қазір хабарласуын қоймай жатыр. Мен телефонды көтермей жүрмін. Так, менен қандай кеңес керек? Енді онымен сөйлесейін ба, жоқ па? Болмаса, блокқа қойып тастаймын. Блокқа кез келген уақытта қоюға болады. Бұл ең оңай жол. Меніңше,
қандай жағдайда да адамға өз ойын айтуға мүмкіндік беру керек сияқты. Тек содан соң ғана онымен қарым-қатынаста болу болмауыңды шеш. Рахмет. Сен сондай сағындым. Яс. Балам, қалайсың? Қараш, мен сен жақсы көретін сушиларды алып келдім. Керек еді маған сенің сушиларың. Яс. Балам, қолыңа не болған? Сен өз-өзіңе қол жұмсамақ болдың ба? Бұлай өмір сүргенше өлгенім артық. Сен не деп тұрсың? Ақымағым-ау, мен сенсіз не істеймін? Жарығым-ау, жаным сол. Бұлай өмір сүргенше сүрмегенім артық. Қонаққа жүрсеңші. Кешір. Алло, Нұржан, сәлем. Сәлем, Інжу. Қалың қалай? Маман қалай? Мамам да мен де жақсымын, өзің қалайсың? Менде де барлығы дұрыс. Мен сенімен бір шұғыл іс жөнінде сөйлесейін деп едім. Телефонмен емес бірақ. Қазір қолың бос па сенің? Енді ол шұғыл ма еді? Я, солай десе де болады. Онда әрине. Қайда кездесеміз? Эстоның қасындағы кафеде жолықсақ қайтеді. Bir жолата тамақтан аламыз. Жарайды. Жарты сағаттан соң сонда боламын. Нұржан деген кім? Досым, мектепте бірге оқығанбыз. Менің көмегім керек дейді. Сондықтан менің кетуім керек. Досың не деген дәрмен сет. Бірақ ертең келесің ғой, Ол дәрменсіз емес. Ал қызғанатын болсаң келмейін. Жарайды. Онда бетінен сүй. Кездескенше. Сен бәрін білетін сияқтысың ғой. Мен бәрін де көрдім. Сен қатын жан сатқынсың. Карина, ренжіме. Мұны есту саған оңай болмайтын білем. Бірақ мен басқаға сүйіп қалдым. Маған ренжуге толықтай хақым бар. Уақыт өте, сен мені кешіресің деген ойдамын. Кешір. Мен сен ұрам деп ойлаған жоқпын. Мен сен сүйем. Өтінем, мен тастамаш, мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Жоқ, Карина. Біз бірге бола алмаймыз. Болды, жыламаш. Жылама болды.
Сен өте сұлусың. Уақыт өте өзінің махаббатын кездестіресің. Уайымдама. Жарайды. Солай ақ болсын. Бірақ өтінем, мен өзің пәтеріңнен қумашы. Мен бәрібір де жақын арада Лондонға оралам. Пәтер жалдаудың маңызы жоқ, ал қонақ үй дегенді жек көретінімді білесің ғой. Ешқандай проблема көріп тұрған жоқпын. Қанша қажет болса, сонша тұра бер. Ол пәтерге толықтай жайғаса берсем болады. Мен бәрібір ауруханадан шыққан соң үйге оралам. Жарайды. Сәлем. Қалайсың, Үнжу? Құлпырып кетіпсің. Гүл жайнап тұрсың ғой. Өзімді бақытты сезініп тұрған сияқтым. Қане, айтшы. Мен де білейін. Оны реті келгенде айтам, е? О, сен шашлыққа заказ беріп қойыпсың ғой? Иә, жаңа. Иісі де қандай керемет. Рахмет бала. Тұра, әкел өзім көмектесейін. Өзім сал жайын, иә? Жарайды. Маған пияз сал. Мен бүгін біреумен сүйсеніп жатсың ба, не? Мүмкін сүйісетін шығар, қайдан білесің? Онда мен де пияз жемек қойайын ба? Ал, шақырған себебіңді айта бер. Иә. Бір аптадан соң анамның мерейтойы 50-ге толады. Соған кафеге достарын және туыстарымызды шақырып атап өтпекшіміз. Айтпақшы, сені, Рустамды және ата-анаңды да шақырамыз. Міндетті түрде келетін болыңдар. Жарайды, барамыз, оған күмәнің болмасын. Оған күмәндан тұрған жоқпын. Мен айтайын деген анамның мерейтойына өзіңнің фирменный тортыңды жасап берші. Бірақ 70 адамға жететіндей болсыншы. Қонақтар бірінші түріне қарап, ақ деп, одан кейін дәмін татып, таң қалатындай етіп әзірлейтінді білемін ғой сен. Айтасың ау сен де, Нұржан. Бірақ мен енді үйреніп жүрмін ғой. Оған қоса қалада мықты кондитерлер толып жатыр. Олардан асып түсу маған қайда? Онда тұрған не бар? Ол кондитерлер мен анам танымайды ғой. Онысына сен жан тәңіңді салып әзірлейсің. Әрине, егер қарсы болмасаң, ақшасын да төлейміз. Нұржан, мен сенен ақша алады деп ойлайсың ба? Жарайды. Сен уайымдама. Мен Қарлығаш апайға қолымнан келгенше ең дәмді, ең керемет торт әзірлеп беремін. Рахмет саған, Үнжу. Саған сенуге болатынын білген. Сен Қалайсың бала? Жақсы болып қалдым. Бертін дәрігерлерге шығарындар демесем. Жақсы онда. Әрсен, екеумізге дұрыстап сөйлесу керек. Не туралы екенін түсініп отырмын. Әйтпесе мұнда келмес едім. Олай демеші. Иә, мен кінәлімін саған келмегенім үшін. Кешірім сұраймын. Кешірім сұрамай қойшы, мам. Не туралы сөйлескің келді, соны айтшы. Әрсентай, ақымақ бауырыңды бір жолға кешірші. Оған байланысты ашылған қылмыстық істі жабу үшін екеуің бір бітімге келулерің керек. Мен олай істей алмаймын. Сен оған әлі ашулысың ба? Мені өлтіре жазалаған адамға қалай қарауым керек? Мәселе тіпті онда емес. Диас өз қолымен істегенін өз мойнымен көтере білуді үйрену керек. Барлығына жауап беретін кез келді. Ал сен оның бетінен қақпайсың.
інжуге істегенде жуып шайдың. Сол үшін ол өзін жазасы сезінеді. Ол өзінің ойына келген істей алатынына сенімді. Адам өлтіре алатынына да. Сенікі дұрыс емес. Ол әлі кішкентай ғой. Ол әлі жас қой балам. Не істеп не қойғанда білмейді. Сосын ініңнің науқас екен сен жақсы білесің ғой. Ол дәрменсіз балам. Алтыным сол. Оған сенің көмегің керек. Жалын өтінем. Қолым сол кешірші оны. Бір жолға кешірші. Кешірші. Екеуің қаның бір емес пе? Диас бәрін түсінеді. Үнемі қулығын асырып жүреді. Оған түрменің көп пайдасы тиеді. Ең болмағанда есірткісін ұмытатын шығар. Жоқ. Ол түрмеде өліп қалады ғой. Өтінем, кешірші оны. Құлыным, кешірші оны. Бір жолға кешірші. Жоқ дедім ғой, жоқ. Кешірші. Арсен, Құдай үшін кешірші. Арсен. Жарайды. Сен оны ұзақ жасыра алмайсың. Алло. Сәлем. Сенің маған көмегің керек, өте шұғыл. Сен Арсенді? Диасты кешіруге көндіруің керек. Ол мүмкін емес, Роза. Арсен жаңа ғана мені тастап кетті. Ол ана өзінің даяшысына оралды. Енді сонымен сөйлесіп көресің. Бұл қалай болғаны? Ол ауруханаға жетіп келіп еді. Ана есалаң ит құсап артынан еріп кетті. Енді не істемей ойың бар? Сол қаншықтың ауласында отырмын. Жексұрының көзін жанына көрсетейін деп. Ақмақтық жасама. Сабыр сақта. Тез үйіңе қайт. Сұмырай да келіп жетті ғой. Тортпен көмектесем деген үшін саған тағы да рахмет айтқым келіп тұр. Сол да сөз болып па, Нұржан? Ол маған түк те емес қой. Мен әрқашан досыма көмектесуге дайынмын. Сен де маған талай рет қол ұшын бергенсің. Жарайды, мен кетейін, е? Сау. Нұржан, керек емес. Осы қызды жүргіш деп бекер айтпаппын. Майя, саған не болды? Сен бара бер, сосын айтып беремін. Ертеңге дейін. Жарайды. Сау. Сәлем, Майя. Сәлем. Неге келдің? Немен көргенмен қалмай тұрмысың. Мен сені сағындым. Онда неге 2 аптаға жоғалып кеттің? Кешірші, мен қолым бос болмады. Маған дәрілеріне ақша керек болды. Сосын біраз жұмыстар алуыма тура келді. Жарайды. Жүр, мороженое алайық, жолшып айтып бересің. Менің бүгін кітапханада болатын, қайдан білдің? Сенің әр бейсенбі сайын кітапханада боламын дегенде есіңді сақтап қалдым. Жарайды. Диасты қандай күйде тауып алғанды білсең ғой. Қолының бәрі тілім. Біздің баламыз өз-өзіне қол жұмсауға жақын. Енді маған не істе дейсің? Оны тез арада шетелге жіберу керек.
Ол мүмкін емес. Оған аэропорттардың бәрінде бақылау қойылған. Жан, онда сен оған паспорт жасап беруің керек. Сен не қалжыңдап тұрсың ба не? Мен мұндай тәуекелге басым тіге алмайын. Ол сенің балаң ғой. Сен оны құтқаруға тиіссің. Сенің есің дұрыс па, Мен онсыз да қысымның астында жүрім. Сәл теріс қимыл жасаса мен жұмыстан шығып жібереді. Саған осы керек па не? Сен мүмкін емес нәрсе сұрап тұрсың. Енді мен не істеуім керек? Айтшы, а? Тұр. Мен қазір саған бір нөмір берем. Бір әрекеттің бәрін өзің жасайсың. Менсіз. Жақсы. Хабарласқанда жәкедемін деп айтасың. Жақсы. Жазба. Мына нөмір. Мені Рашида күтіп қалды. Мен баруым керек. Іске сәт. Осыған да рахмет. Алло, мен сізге Жәкеңнен хабарласып тұрмын. Жоқ, бір апта маған кеш болады. Маған тым құрғанда ертеңге керек. Ақшасын берем. Мекен жайды айтыңыз. Түсіндім. Алло, Алматының ең сұлу қызына сәлем бердік. құрмет дегенің үшін рахмет. Комплименттің шебері. Әрі ең сүйкімдісің. Өзіңді қалай сезініп жүрсің? Тепсем темір үзалам. Ертең шығарады. Ауруханадан шығып, қара шаңырағыма оралам. Сен үшін қуаныштым. Карина бұл жаңалыққа қалай қарар екен? Ол туралы ойлап басыңды қатырма. Онымен сөйлестім. Әрине оңай болған жоқ, бірақ біз тату айырылыстық. Бірақ бар ғой, Каринаның тез көне салғаны бір түрлі сияқты. Оның басқа амалы қалмады. Жарайды, ол туралы айтып қайтеміз. Екеуміз туралы сөйлесейікші. Мен сені сондай сағындым. Сенші? Мен де сағындым. Түгелдей алып келдің ба? Мұнда
келісілген ақша. Сурет пен мағлұматтар да осында. Жерге тасса да жүре бер. Паспорт дайын болғанда саған хабарласады. Мама қайда? Жақсырақ, өзіңде көрмегелі көп бұл. Ой, айналайын. Келдің қайтыр. Құдай-ау, қал жағдайың қалай? Бәрі жақсы ма? Әлі ауыры ма? Уайымдамаңыз әже. Өзіңіз көріп тұрғандай жазылдым. Ой, ондай болса, қолдарыңды жуып, дастархан басына отыра қалыңдар. Бауырсақ пен пирожки суп қоймай тұрғанда, пирожкиді ыстықтай жеп алыңдар. Сіздің бауырсағыңызды жемегеніме біраз болды. Ай, Снай. Саған қаптың. Сағынсаң, онда тойып тұрып жеп ал. Бір жарасын пісіріп қойдым мінеке. Ей, қолың жу дедім ғой. Алло? Карина, сәлем. Қарсы болмасам бүгін заттарымды алып кетем. Жоқ, әрине, кел. Алло, ай, Алия кемпірім қалайсың? Ой, отағасы, менде бәрі тамаша. Бастықтарым жақсы адамдар. Менің жағдайыма түсіністікпен қарап, процедурныйға ауыстырды. Енді бұл жерден ешқайда шапқыламайым. О, мынауың жақсы болып бұл. Атап өткім өкіп бітті ғой. Қалжыңдайым. Кешке үйге не азық тұруға әкелейін? Жай ма? Сен қашан соңғы рет үйге азық түлік алып келіп едің? Менің тіпті есімде жоқ. Бұдан былай мен өзім тасимын. Саған ауыр көтеруге болмайды ғой жаным. Жақсы. Мен саған қазір тізімін жіберейін. Жақсы. Карина, үйдесің ба? Мен мұндамын. Бұл не? Жаңа өміріміз үшін. Әрқайсымыз бақытты болайық. Неге ішпей тұрсың? Екеуміздің айырылысқанымызды әдемілеп атап өтпедік пе? Осы күнге дейін мен сенің жақсы досың болдым. Әрі керемет көңілдесің де болдым. Өкінбейтін шығарсың. Сен сонда не істемексің? Біздің арамызда бақытты сәттер көп болды. Оны ұмыту оңай емес. Менің соңғы тілегімді орындашы. Қандай? Қоштаспас бұрын тағы бір рет сүйсейікші. Соңғы рет.
Бұның не? Кете бер! Ана жүргіш қызыңа бар! Аузыңды жап. Әнжу туралы ол айтшы болма. Мен шындықты білемін. Сен бейсің бе? Сен мына видеоға не айтасың? А? Қара, ұнай ма? Кеше болған жағдай. Сен оны қайдан алдың? Өзім түсіріп алдым кеше 15:32-де. Ұқтың ба? Даяшының жігіті тек сен ғана емессің. Не болса да онда шаруам болмасын, түсіндің ме? Тоқта. Мен саған тағы бір нәрсе көрсетемін. Ал сен маған не дейсің? Қара. Бұл суретті қайдан алдым ғой дейсің, я? almatinki.com сайтынан. Сен маған әлі сенбей тұрсың ба? Мен саған қазір жіберем осыны. Скриндердің бәрін жіберем. Видеоны да тарту етемін. Кетші бар! Алло, Сәлемжан. Үйдесің ба? Иә, үйдемін. Саған торттың суреттерін салуым керек деп айтып едім. Далаға шықшы. Жарайды, қазір шығам. Не болды? Мені көргенге қуанбай тұрсың ба? Маған еш нәрсе айттың деймін ме? Нені түсінбедім? Мәселе мынау туралы. Не мынау? А? Бұл кездейсоқ болған жағдай, жаным. Досым мені дұрыс түсінбепті, жаным. Досың сен дұрыс түсінбей қалыпты, алма не? Бір түнің $200. Бір сағаттың 15 мың теңге. Бұл өтірік. Бір қателік болған. Сен универсалка екенсің ғой, жезікші екенсің. Қалай жұмысың жүріп жатыр ма? Не деп тұрсың сен? Не болған өзім де түсінсем бұйырмаспын. Қалай түсініп тұрған жоқсың, сен бәрін біліп тұрсың. Сен жезікші екенсің ма? Мен бауырым сені зорлаған жоқ шығар. Мүмкін сатып алған шығар. Жамаусың, түсіндің ба? Көзіме көрінбе, түсіндің ба? Егер бала аттағаннан басқа түк те білмесең, жоғалт көзіңді! Күмән болмасын. Мен сенің жезікші екенін білгенде жаныңа жоламас едім.